Ассалаумағалейкум жігіттер, бүгін қыздарға ұнамайтын топ 3 мінез туралы айтатын боламыз. Жігіттер жаңадан қызбен танысып, любовь морковь болып, жаным, күнім деп жүр, бірақ 1-2 айдан кейін басындағыдай саған сынып, құлап жүрген қызымыздың мінезі өзгеріп, приколдардың бас кездегідей өтпей, қызың ойланып, шығам, шықпайым деп телефонын алмай, смс-ке кеш жауап беріп, келіскен кездесулерге жаңа отмена жасап, бір капризничать бастаса, онда сенде ешқандай қыз баласына, жалпы әйел адамға ұнамайтын топ 3 қасиет дейміз бе, мінез дейміз бе, әдет дейміз бе, енді ол жағы өзіңе қалайланған, солай атарсың. Бүгін сол қыздардың ұнатпайтын терпеть ненавижу дегендей жігіттердің мінезі, не әдеті, жаңағы привычкасы турасында айтатын боламыз. Бұл 3 әдетті қаншалықты көп көрсететін болсаң, соншалықты қыздар сенен тез кетуді ойлай бастайды. Олай болса, бірінші мінез. Жаным, өзің таңдашы, өзің қара енді, сен қалай ойлайсың, қайсысын алайын, қай жұмысқа барайын, қай нәски киейін, қандай машина алайын, деген сөздерге бір қарағанда бір ешқандай айыбы жоқ сияқты, ақылдасып жаңағы айтады ғой, ақылдасып пішкен тон келте болмас дегендей. Ақылдасу бір бөлек, бірақ жауапкершілікті өзіне алу ол бір бөлек. Осы екі түстікті ажырата алмаған еркек әйелдің алдында тез қадірі түсіп кетеді. Өйткені ешқандай қыз бала, әйел адам өзіне жауапкершілікті алғанды қаламайды, олардың табиғатында бұл жоқ нәрсе. Ал сен жігіт басыңмен ақылдасқан сыңай танытып, бірақ ертең киген нәскиің тезіліп қалса, алған көлігің ұнамай қалса, кірген жұмысың жаңағыдай ойдағыдай болмай қалса, жауапкершіліктің жартысын сол қызыңа не әйеліңе іліп қоясың. Өйткені сен онымен ақылдастың ғой. Соның айтқанын тыңдап, мен осылай жасадым, енді міне результат деп жаңағы сен жауапкершілікті толық өзіңе ала алмайсың. Демек, сен әлі баласың, пацансың, денең үлкен болғанымен ойың, мінезің, әдетің бәрі баланың мінезі сияқты. Ал қыздарға еркек керек, жігіт керек, қызға ақыл айтып, жол көрсететін, одан ақыл сұрап, ертең ренжіп отыратын емес, сен айттың деп. Қателесуден қорқатын ер адамдар да осы бірінші типқа кіреді. Қателесуден қорқып, әркіммен ақылдасып, енді ИБД дейді ғой, имитация бурной деятельности жасап жүретін жігіттер, немесе шешім қабылдап алып, сенің ақылыңды тыңдап едім, анаған сен қалып едім деп жаңағы жертва болып біреуді кінәлап жүретін жігіттерде ешқашан қыздарға ұнамайды, ешқандай қыздарға ұнамайды. Тем более қазіргі бәрі психолог болып, көзі ашылып, оқып біліп жатқан уақытта. Сондықтан қыздарға ұнағың келсе, гармоничный отношенияда болғың келсе, шешімді біріншіден өзің қабылдап, қорықпай қабылдап, сосын жауапкершілікті өз мойныңа ал. Сонда ғана қызың немесе әйелің жаңа расслабиться етіп, нервничать етпей, сенің миыңды жемей, саған сенім артып, ол өзі әлсіз нәзік позициясына түседі. Екінші мінез тек қыздарға ғана емес, жалпы адам баласына ұнамайды. Ондай адамдарды көргенде тезірек әңгімеңді бітіріп, қашуға тырысасың, өйткені олар вампир сияқты. Сенің энергияңды сорып, аз уақыттың ішінде қаның шығып қояды. Ол постоянно шағымданып жүретіндер. Жалғыз етіп, әр нәрсеге, әркімге. Енді ондай адамдар біреумен өзінің жаңағы ішіндегі шағымы, недовольствосын бөліскенде стресстен арылып, аздап жеңілдеп қалғандай болады. Жалпы жалғыз ету деген өзіңнің проблемаңды, ауыртпашылығыңды басқа біреудің мойнына іліп қоюың негізі. Сондықтан да болар, жігіттер қыздарына келіп, бастығына, коллегасына, клиенттеріне, жалпы жұмысына жалғыз етіп, өз ойымен, проблемасымен бөліскенше, керісінше қызды қуантатын. Қыздың алдында өзіңді әлсіз емес, мықты етіп көрсететін, қиындықтарды шешіп келгеніңмен бөліскен әлдеқайда сен үшін тиімді. Бұл әдет, бұл мінезде әлі бала позициясындағы адамның белгісі. Бала кезіндегідей ызыңдап, жылап, қыңсылап, үлкен жігіт болғанда да анау айтады ғой, нытик болып өз-өзіне жаңағы вниманияны іздеудің бір белгісі. Яғни өзі сенетін, өзіне үлкен адамдарды оның проблемасы туралы білу керек, оған көмек көрсету керек деген түсінікпен өскен 30-40 жастағы әлі бала. Бала кезде жігіттердің өз проблемасын айтып, шағыммен бөлісіп отыруы қыздарға басында ұнауы мүмкін, бас кезінде деген. Типа, менімен сөйлесіп, ішіндегісін айтты деп қуып жүретін қыздар да бар. Бірақ біз нормальный қыздар туралы айтып отырмыз. Нормальный, көзі ашық қыз 1-2 жалпты байқағаннан кейін-ақ, жаным, қоя салшы, сенсіз де менің өмірімде проблемаларым жетеді. Енді жетпеген сенің проблемаңды тыңдап, саған ақыл айтып жүру, ол менің артық энергиям, денсаулығым, уақытым жоқ дейді. Дұрыс қыздар. Демек, сен тағы да қыздарға ұнамайтын жігіттердің списогында болып қала бересің. Олай болғанын қаламасаң, ал сен олай болуды қаламайды деп ойлаймын. Бүгіннен бастап ешкімге ешқашан жалғыз етпе. Ішіңдегі проблема, уайымыңды тек бір Аллаға ғана айтып, тапсырып үйрен. Үшінші және соңғы мінез, ол перспективный дейді ғой, қалай болғанда да қазіргі өміріне қарап тұрып, 1 жылдан кейін де, 5 жылдан кейін де мына адамның өмірінде ешқандай перспектива жоқ, ешқандай жарқын болашаққа деген
ұмтылыс талпыныс жоқ, ешқандай арман мақсат жоқ, жұмысқа, достарына, материалдық жағдайына, физикалық жағдайына байланысты ешқандай өзгеріс перспектива жоқ. Жұмысы сол бір жұмыс, бір қызмет, одан не өспейді, одан кетпейді. Материалдық жағдайы сол бір қалыпты өспейді, денесі, фигурасы, денсаулығы тағы сол жылдан жылға ешқандай бір оң өзгеріссіз, яғни ешқандай даму, өсу, жаңару деген өмірге деген құлшыныс жоқ. Ондай жігіттерге ешқандай қыздар шындап қызығып ұнатуы ол енді екі талай нәрсе, бірақ түр әлпеті келіспесе де әйтеуір тырысып, талпынып, өзін қолға алып, жаңа адамдармен араласып, пайдалы бір нәрселерді үйреніп, болашаққа мақсаттар қойып, соған әрекет етіп жүрген жігіт қанша красавчик болса да, жаңа ешқандай өмірге құлшынысы жоқ бір овощ болған жігіттен, ер адамнан әлдеқайда тартымды, привлекательный болып көрінеді қыздардың көзінің алдында. Тек қыз емес, жалпы адамдардың алдында. Әрқашан горизонтальный положениеда жататын, ешқандай физический де, жаңағы миымен де жұмыс жасап, ойланбайтын, яғни ер адамға керекті стресске түспейтін жігіттердің организмде де тиісті гормондар бөлінбейді. Соның себебінен де жасына жетпей қарын шыққан, семірген, немесе өте арық бір нәзік болған жігіттер қазір көбейіп барады. Сондықтан жігіттер осындай жағымсыз болған қыздарға ғана емес, жалпы адамдарға ұнамайтын осындай мінез өз бойыңнан көріп жатсаң, бүгіннен бастап өзіңді қолға ал, телефонның ешқандай пайдасы жоқ, миыңды май бастырып, TikTok пен Instagram'ды қызық бір болған, сенің ойыңша қызық болған, көңіліңді көтеретін, ол видеоларды дәл өзің сияқты досыңа жіберіп, екеуің бірге мәз болып күліп, 5 жылдан кейін де сол баяғы жартас, сол жартас болып қалмас үшін айнаға қарап, айналаңа қарап, араласып жүрген достарыңа қарап, өзіңе аздап баға беріп қой. Өзің қандай болсаң, тура сондай қызды жолықтырасың. Сосын өмірге сол қызбен бірге семіріп жатасыңдар. Не болмаса өзгересің де, саған мотивация беріп, артынан жел беретін, тау қопаратындай күшпен шығатын, яғни ақылы, көркіне сай қызды жолықтырасың. Енді таңдау өзіңде. Егер қалай өзгеремін, неден бастаймын, ұнаған қызды қалай өзіме қаратамын, немесе қалай айырылысқан қызымды, бывшемді ұмытамын деген осыған ұқсас, яғни сұрақтар мазалайтын болса, төмендегі менің Instagram парақшама немесе астына комментарийге өз сұрағыңды, ойыңды жаза кет. Біз саған жолын көрсетеміз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, өз пікіріңді қалдыр, каналға тіркел. Овощ болып жүрген досыңа, достарыңа, таныстарыңа міндетті түрде мына видеоны жібер. Біреуге пайдаң тисін деген ниетпен. Ал сен мен келесі видеоға дейін қоштасамын. Адиос.